Дәуірім әлде тұрмыс па бізді өзгерткен? Кейде тұрып сағынасың күндерді өткен. Бала кезім, есімде әкем бар кез, үйден қонақ үзілмейтін келіп кеткен. Қонақ келіп жататын қыс жаз демей, қайтпаушы еді ау, әрбіреуі бір мал жемей. Қабақ шытпай мәз болып күтуші едік, үзілмей арт-артынан келді демей. Көп бал едік, үй кішкене ол кездерде. Жұпынылау, жүруші едік өзімізде. Қонақ бар, бәріміз бар, сыйушек қой, кіп кішкентай, там үйдегі төрімізге. Үлкендер әңгімесін айтушы еді, балалар қатар тыңдап жатушы еді. Қысылып жаттым демей әрбір қонақ, аразы боп, ертесі қайтушы еді. Біз үлкейдік, үй болдық, ауыл болдық, біріміз қыр, ал біріміз қалаға барып қондық. Бәрімізде бөлме сарай үйлер, бірақ одан қонған қонақ көрмес болдық. Жан санынан үйіміздің бөлмесі көп, қаңырап тұр, бір келген қонағы жоқ. Әсемдетіп жасаттық қарызданып, бекер тұр, екі көздің көрмесі боп. Қазір қонақ үйіңе қонбас болды, шақырмасаң өзі іздеп бармас болды. Жылында ұзап кетсе бес қонақ бар, ол да қонбас, қайтады, тамағын жесе болды. Қазір кезде адамдар үйіне шақырмайды, асханада ойын той басылмайды. Көне бұйым сақталған мұражайдай, қонақ үйдің есігі айлап ашылмайды. Білмеймін, біз кеттік пе тым безініп, кеттік пе қотырлікке тым беріліп. Анда-санда кіресің тамашалап, қонақ үйің өзіңе жат сезіліп. Шақырады қонаққа асханаға, тартады тамақ тәкеп басқа бала. Кей таныстың білмейсің мекен жайын, ауылда ма, қалада ма, үй оның қай арада. Төрдің сәні шынымен қонақ деген, базар ғой, сол бір күнің қонақ келген. Жиылмасын дастархан шат заманда, елміз ғой, аты шыққан қонақ бенен.